Qani qasittirma. Давай, Давай, секір, Еган, давай. Давай, İslam секір. Армалау, давай. Білдім. Qani qasittirma. Батыр, Ау, мына ағам бәрімізді жинап батыр. Тыныштық па екен бұл? менің де хабарым жоқ ал. Маған да азанда айтты. Енді әкеміздің де жасы бір талайға барып қалды. Әзір енді жинағандағы мақсаты бәрімізге бір уәсият қылайын деген шығар. Соның үшін кімге не дейсе, соған қайыл болып, разы болып, рахмет айтып, әкеміздің кеуіне тиіп алмайық. Сұрағы о, дұрыс. Хау, сонда не атам өліп қалacak па не? Ей, өшір үніңді. Аузыңа шиқан шыққыр сенің. Осындай гәплерді қаяқтан тауып алсаң? Қайдан білейін? Endi balalarım sıkınca şekem sizlerge terbiye verdik. Işkızdık, cegizdik, okutup iyili jaylı kıldık. Sizlerde hiç kimden kem olmasın deyip güne tüne tınbastan minnet ettik. Қойыңсы аға. Елі көп жасайсыз, ақылқларыңыздың тойында бас боласыз, 100 жыл жасайсыз. Ey boşa kızay önünden. Isınday vakti sıp-soğuk kapta aytıp adamın yüreğini suulatıp jiberdin. Kim öyleyim de badır? O? Endi tiye versin. Ananızdı da jaygastırganımızga mine 5 yıl bolup kalıptı. Sadaka veremiz dese? Hey! Adam söyleyip atırgan vakti kaptın belini tevetinin adetin var da sen balanın. Otursa. 5 yıl boldu. Yalgızman. Hau adam kartaygandan keyin kıynaladı, kısınadı. Hau bir süyünetiğin adam izleydi. Үйде жалғыз отырып, ішім пісіп кетті ғой менің. Hey аға, санаторияға жібер десем оның орнына. Ей, қаяқтың санаториясы? Не санатория? Я, не санатория? Суаққа шекем көрмеген санаториям қалды ма менің? Ha? Endi balalarım ata razı, kuda razı degen. Akemiz bizlerden razı olsun deseniz, meni uylendiresizler. Ойбейім аңлай. Jigit! O? Hazillesip atırız ba? Hiç qanday hazillesip atırganım жоқ. Үйленемен dedim be, үйленемен. Hov, аға енді осы жасыңызда ма? О, siz жасыңызда ма деп, жасыма не бопты? О, енді ағам қартайды, бір аяғы көрде, бір аяғы жерде дей жақсан ба сонда? Енді сонда дағы сізге мына жасыңызда кемпірді қақтырдауымыз деймін да. Bismillah. Tapmasаңыз, өзім табамын. Anası süymegeninden табамын. Былай шек, ей! Yes! Атам өлмей тұрған болды. Атамды үйлендіреміз. Ұятын айтсеш. Бұғын ерін басымызда бар ма елі? Ой, ой. Мен бұған өлсемем жол қоймаймын. Папа, Анам телефон басқан бер, жерлерді, анам басқан көрпешелерді басқа біреуге бастырып қоймаймын. Үйленерміш. Үйленуді көрсетемем мен оған. Ей, не қылдып былтылап тұрсаң? Үйленгенде не? Не болыпты? Атама да қатын саңсат емес. Қызы ғой бұлар. Сіз еркеклер сондайсыз. Қатыларыңыз өлуден дәру басқа қатынға үйленуді ойлайсыз. Ей, дәрі өлмесе, біздер алдынан тайылып қоямыз. Сенің дәрілік қойған бар шығар. Ой, анаған мен. Неғыл дейді мынау? Ес сатма. Бүгін футбол болу керек еді. Кім ойнайды? Нам ұмытып қалдық. Кет, осылар.
Хау білсең сол әкелетін кемпірі сенің қайненең болады ғой. Яғай? Ол жағын ойлап не? Ай, сен қатынмен керек емес жерде басын сілеп кетеді. Әкеңді осы күндері қартайып не қыларын білмей жүрген атамын. Бұған жол қоймау керек. Бұған жол қоймау керек. Мынау не істемей атады? Тоқ қатық шеш аршам. Яш. Кірсеске. Не қып тұрсың? Мынау тұғып тұр ғой. Мынау батареясы жоқ екен ғой. Батыр. Атам кемпірді айттырып әкелем екен, я алып қаша ма? Не? Енді алып қашса кемпірдің белін ауыртып алмас ба екен? Тап бердісіне кім келеді өзі? Басына орамалын кім салады екен? Не деп атырсың? Өз сенің мыңғырлың жетпей тұрып еді. Хау енді қызықты? Бет ашар бола ма? Хау. Сонда келген кемпір біздерге иле ме, я біздер оған илеміз бе? Не де болса, біздер бірінші иліп түстік. Екіңіз де иілмейсіз. Бас тікстіріп сәлемдесесіз. Алдынан ойласып қойғанымыз жақсы. Әй, қалың мал қанша береді екенбіз өзі? Хау, пәтия бергенде сонда 2 жас бақытлы болсын, қоса қарсын дейін десең? Олар қартайып болған. Я, ендігі жыл бесік тойға келгейімізде пәтия берем екен. Өшіресің бе жоқ па? Бар ана жұмысларыңа. Әже, естіңіз бе? Нені? Қоңсы Кенжебайға бар ғой? Соң ми айнып қапты. Өздеріміздің Кенжебай ма? Ала, Батырдың ағасы. Қартайғанда үйленемен деп аяқ тіреп тұрып алған құсайды. Хау, кімге үйлене екен? Қайден. Еле келін табылмапты. Үйленбесем өлемен деп аяқ тіреп тұрып алған құсайды. Солайды. Ассалаумалейкум. Ке. Шымшық бере қой. Шымшық әзір. Әнші бәшкеле бере қой. Рахмет, сау бол. Гүлзира саудаға берекет. Тоқта Сұлухан апа, берман, келің берман. Не болды? Амалық па? Қайдағы амалық, қайдағы амалық. Ана қоңсымыз Кенжебай ағаң мия айнып қапты. Хау. Кеше ғана әбені деп жүріп еді ғой. Қойса болар болмас кәпті айтпай. Хай, не болар болмас? Қашан сілерге болар болмас кәпті айтқанмын? Мендегі информациялардың барлығы достоверный. Менің источниклерімнің бәрі надежный, білсеңіз. Әп әнедей жүрген болса жүрген шығар. Бірақ кеше балаларының барлығын үйіне жинап үлкен дау қылыпты, үйленемен деп. Солай деп пе? Үйлендірмесеңіз басқа жақларға кетіп қаламан. Сол жақларда өліп кетемен, таба алмай жүре берің депті. Яғай, солай деп пе? Ауа, және жайды сатып кетемен. Ешкім білмейтұғын жерлерден квартира алып, кемпір тауып сол жақта жасайман депті. Қойса қаяқтағын айтпай. Оны жасығына басып білемен. Ондай жігіт емес. Жоқ жердегілерді айта берме? Жігіт деді ме? Жігіті қалып па? Хай, осы со. Кенжебай менен Сұлуханның арасында бір гәп бар ма деймен ал. Хай, Салима, берманке Салима. Берманке. Білесің бе жора? Мына еркеклердің өмірі аяллардың өміріне қарағанда неге қысқа болатұғынын? Қой жора. Қазір менің одан да бетер проблемам бар. Жора, не болды? Маған айт. Бәлкім жәрдем тиіп қалар. Мына қары той бересің деп қоймай жатыр. Оның несі жаман?
той бер десе беріп тасташы Жоражан ау. Сөйлесіп көрдің бе? Өзі көз астына алып қойғанlar бар ма екен? Ей, бар болса бар шығар да. Сұрап көрші енді соны. Айбекті оқуын біткерейін деп тұрыпты. Әзір нағыз үйленетін уақыты. Қыстай жігіт болды Жоражан деймен ау. Енді менде соны айтаман ғой Жора. Бір жағынан балам да үйленейін деп тұр. Ет емеспеген деймен да ертең ел халықтан. Түсінбедім. Әй, сен не қыл деп отырсың өзі Жоражан? Баламды үйлендіремен дейді, және ел халықта ұятты дейді. Не қыл деп отыр өзі бұл? Ей, не баламды айтып жатырсың? Не бала? О, балам болғанда мына шапкымды аспанға лақтыраман ғой. Сен өзі кімді үйлендіремен деп жатырсың? Ағамды деймін, ағамды. Кімді? Ағамды. Тоқтаса Жора, тоқта. Ой, тоқта Жора, берменге түсіндіріп айтса, түсінбей жатырма сен кәпіңе. Кімді үйлендіремен дедің? Ағамды деймін. Жора, яқшы болды күн деймін. Яқшы болды, ағаңды үйлендіре жақсың. Енді сол түсіндіріп айтпайсың да Жоражан. Кімге үйлендіре жақсың? Кемпір кім, кемпір? Кешіресің, келін кім деген келін? Ей, Жора, сен де қызықсың. Сені бір Жорам деп, дәртімді айтып отырсам саған. Сен де үстіне күлесің. Ертең бұны естісе, қайда мен енді халық қайтып күледі ғын? Енді Жоражан кешірші енді біліп жатырмыз. Яқшы Жора. Гәп мынандай. Балаңның бойы жетіп тұр, дұрыс па? Соны атаға түсіндіріп айтамыз. Ата, мына ақылыңның бойы да жетіп тұрды. Соны бір тезірек үйлендірейік. Одан кейін тойын берейік. Тойдан кейін сразу сені үйлендіреміз дейміз. Болғаны ғой. Басың істейме сенің? Оған уақыт қане? Сонша ақша қане? Енді мен соны айтып тұрман ғой Жоражан ау. Ау? Гәпіңде жан бар балам. Мейлі, үйлендірсек, үйлендіре қояйық. Ол жағы дұрыс қоға енді. Азы мына қаражеттің сәл кемлігінен жақын арада той бере тұғындайым жүда бір жағдайым жоқ. Со тойды кешіктіріп 1-2 жылдан кейін бесепке деп ойласып отырмыз үйдегіменен. Не? Не 1-2 жыл? Бала бейшараның ауқалын не болатығынан ойладың ба? 1-2 жыл дейді ғой. 1-2 жыл қалай шыдайды балаң? Мен сіздерді 20 жасқа келгенде үйлендіріп тасладым. Бейшара баланың қашан 21-ге шыққаны? Жүре беремес өйтіп? 1-2 жыл дейді ғой. Маған қара балам. Осы ақлық баламды өзім-ақ үйлендірейін бе? Пенсиямнан жинап қойған таурақ, әдеуір пұлым бар. Керек десең ақылықларының бәрін үйлендіруге жетеді. Сен келін екеуіңіз ойласып, тойдың анжамына кіріс. Ертең маған тойға керек затлардың тізімін әкеп бер. 1 аптаның ішінде келінді әкелеміз де, тойды баслап жібереміз. Гап тамам. Ой, бар бензин 300 мың шыға ма, 400 мың шыға ма? Алтын, жаңалық, баламызды үйлендіретін болдық. Не? Хай Сәрсенбай, өз сен дым қызықсаңа, Кеше атам үйленемен деді. Бүгін хайт жоқ, той жоқ, баламызды үйлендіреміз дейсең. Хай, мен өз сіздерге түсінбедім ғой. Оған тиме. Генже бой Жора. Герман кел. Ассаламу алейкум. Генжеге. Ассалам. Аман есен. Шүкір, Ассаламу алейкум. Аллаға. Амалығын берген. Allah абырай берген. Амин. Қалайсыздар? Денсаулықтар Рахмет, жақсы ма? рахмет. Батыл баршылар ма? Қалай өзің Генже бай? Шүкір Аллаға. Үндемей өтіп баратсың ғой, я? Оң болсын. Әумин. Оң болсын ба, оң болсын. Рахмет. Оң болсын. Бастайын деп атыр деп естіп атырмыз. Ау. Ақлық баламды үйлендіріп той бере жапқан. Генжеге, сен өйтіп гәпті алып қашпа. Біздер білмейді деп отырсың ба? Енді. Ақылығыма той беремен деп өзіңе басылап атырыңыз соң ғой. Біздер білмейді деп отырсың ба? Енді, ау.
Құда қалесе ақлығымның тойып өткеннен кейін өзім де біреуін әкеле жақпан. Gençeki malades. Sen de duh var da duh. Ne de olsa katırıpsan. Kalay basladın he? Sen yeplep ülensen bizlerge de yol açılıp kalar mı edi ha? Ау, senin kempirin türü o. Türü bolğanda ne? Ay mana qara, şariatda bärini жазып koyuptu. Ben cevap berdi. Qayerdi? Qani? 4 ayalga din aluga bolady eken. Ey sadağın gideyim. Sünnetke hamil qılgan savap bolady. Ау, yaxşı, onda men kete bereyim. Sizler devam ete veringler. Ama bol. Yaxşı, yaxşı. Kesip qalsam. Mına meni qiynap qo'ydi ku. Ой, мына кемпірдің жолына қарап. Елі жоқ қо. Мияқты көрейін қане. Ей, келіп қалар яқшы. Әзір. Келдің бе? Мынау, саған. Гүлің басында қалсын. Енді не? Жүзім гүлдің қалған гүліңді маған әкелдің бе? Не жүзім гүл? Сенің не? Басың істейме өзі? Істемей не? Саған ауқаттасып жүргенлерді білмейді дейсен бе? Я болмаса ана Нағиманың үйіңі сүт қатқа апарғанларын білмеймен бе? Ауырсаң да, ауырмасаң да, давление өлшегішін алып, жүзім гүл күнде үйіңі жүгіріп барады ғой. Бәріне хабарым бар. Астапыралла. Сен не, ізіме адам салып қойсаң ба? Адам салу шарт емес. Сенің үйлене жағыңды бүткіл ауыл біледі ғой. Ауылдың жесір кемпірлерінің бәрінің ішіне құрт түсіп, ұлы күпілді болып атыр. Бәрін біліп жүрмен. Не қылайын енді? Мен тек сені ойлайман да. Сұлуханға үйленсем, сөйтіп ысығап балалардың құлағына жетсе. Гүлай, саған бір зат айта қойын деп едім. Енді бұндан былай сен менен бүйтіп ұшасып жүре алмаймыз. Өзім де біліп жүр едім. Подружкаларым да сонша айтып еді, құлақ салған жоқ едім. Нені? Нені? Сені! Қаладағы Мониса қызлармен жүреді. Сені басына ұрама, таслап кетеді деп еді. Жинастыр, Кім сені таслап баратыр? Үйдегілер мені үйлендіре жақ. Қоясаң ба жоқ па? Әне айттым ғой, бәрібір таслап кетесіздер. Ау, қаяққа таслайман? Үйдегілерді үйіңе жібере қойын деп едім. Менің бе? Адамның жүрегін жара бермей, соны ертелеу айтпайсыз ба? Құдайға шүкір, жетіп бара қойды ау. Айтпақшы. Балаларға айтпап едім. Яқ. Қалай айтарын білмей атырман. Жас уақытындағы ата-анаңа айта алмағандықтан сені басқа біреуге беріп жіберіп еді. Енді не жасымыз біразға барғаннан кейін, енді балаларымызға айта алмай, бұл дүниядан қорқып өтетін болдық қой. Хау, не қылайын енді? Har айтаман дегенде, аяқ қолым, иекілерім қалтырап, тілім кәлимаға келмей қалады. Ау, олай болса, өзім-ақ барып айтайын. Яқ. Рет келсе өзім-ақ айтаман. Яқшы. Соған таярлығыңды көр. Дүйшенбі күні үйдегілер үйіңе барады айттырып. Рас па? Бірақ, мен hazır тұрмысқа шыға алмаймын. Неге? Бірінші оқуға кіруім керек, кейін жұмысқа, карьера қылуым керек. Соған дейін сен де бір жерлерге кіріп аларсың, жұмысқа.
Karyerası nes? Qaydem. Men de kinolarda eshitganman. Qiz bala turmushga chiqmasdan oldin karyera qiluu kerak. Ondan keyin turmushga chiquu kerak. Dұрыс қо. Бірақ үйдегілер мені қоймай жатыр. Тойды тездетпесек болмайды дейді. Өмір деген саған ойыншық зат па? Үйлен десе, шұғырып барып үйленіп кете беретін. Алдын алдартыңды дұрыслап алмайсың ба? Онда енді үйге бараман да шартты айтаман. Үйленбеймін деймін. Ата-анаңа ма? О да, Үйленбеймін дей жақсан ба? прямо айтаман. Сен қандай баласаң ата-анаңа айтқан қылмай тұғын. Ұялмайсың ба олардың сөзін екі қылуға? Өзі біліп едім, маған үйленгіңіз келмей жүргенін. Мә, Мә, мына таяқты ұсла. Хау? Не болды қары? Амалық па? Ауырып тұрған жоқсың ба? Yok. Ana televizyonda ko'rayotgan edik ku. Bizlerin vaqtimizda ana magnitofon var edi ku. Atı neydi? Elektronika mı? Yok. Klubda. Klubda turadigan edi ku. Romantik be. Ava. Sap solayınca romantika kılayın deb edim ku. Mаған turmushga шығуға разымысың? Сұлу. Үйбей Алла. Хау бізден уақытымызда баяғыда бұны молалар айтатын еді ғой. Не қылған бұл? Әзіргі жастар табысылай неке қиятығын екен. Үйбей маңлайын. Алы қойса, мына белім ауырып кетті. Ұсынаса дәрі ізіме түсіп, жуырып, кейінме еріп кете береді деп ойлап отырсаң ба? Ойланама нелі. Дәстүр бойынша 3 мәртебе сұрау керек. Вақ, белімде ауырып баратыр. Тізелерім ұйып баратыр. Ала қойса. Ала қойын. Қанақай, тұр. Ау мына романтиканың ізі радикулит болып кетейін деп еді ғой. Қане, жүр, салдыма. Саяқты бер. Мә, ұста, жүр қары. Романтика дегенің яман болады екен. Kesеміз, кеспесек болмайды. Қалай кесеміз? Қолым бармай тұрған менің. Бұл соңғы имканиятымыз Шерзат. Әме үмітіміз сенен. Кейін өкпелеп қалса не қыласыз? Өкпелемейді. Қартайғанда бұның оған онша парқы жоқ. Я сен басқа әже әкелуін қалеп тұрсан ба? Кеспей ақ қойықса, өзі кішкентай екен. Ағасы жақсы барып келдіңіз бе? Шүкір. Қалай өздеріңіз? Шүкір. Не қылдыңыз? Барып құдалар менен бәрін келісіп кел алдыңыз ба? Бәрін бәр жай етейіп, келістіріп келдім. Ана дізімді де таярлап қойыппан жазып. Болады, әкел қане бір көрейік. Әзір.
Mine ağası, mınau spiski. Ава. Mine mınau Құда тәріптің sarpaylarının dizimi. Mınau Құдалықтың azıq avukatının dizimi. Mınau musulman toydıkı. Mınau komsomol toy deydi. Keşki toydıkı. Kepkir küydünükü. Жаслар сейлі дейді мынау лимузин, тамады, ансамбль, камерашы, әммесі соның ішінде. Хау, маңлайым, хау ағасы, саған не болды? Хау, мынау топ тарқатарды айтаман деп томпы тағалды. Хау, ағасы тұр деймен, тұр. Ой, Айбек, Айбек. Хау, ағам, қаяқтасаң? Не болды, апа, амалық ба? Аға, сізге не болды? Жуыр балам, жуыр. Қайқа, жуыр. Қайқа жуырайын? Ана моллатаңа жуыр. Моллата? Қалыса мынау. Апа? Моллатаға елі ертемес бе? Алдын доктор шақырмаймыз ба? Ой, маңлайым, есім құрсын. Моллатаң деппен ау, ана моллатаңның жүрек дәрісі бар, тілінің астына салатын, сондан ап кел бар. Яқшы, ата, дәрі. Ой, той береміз деп мынау өліп қалар ау. Қалайсыздар? Ма? Келдіңіз бе? Ава. Ал, не пісірдің? Қарнаш. Әкел. Еш нәрсе пісірмедім. Бірақ жеймен десеңіз, самса, белеші, манты, бөрек бар. Шашлик бар еді, оны өзім жеп қойдым. Ол қаяқтан келді? Хабарыңыз жоқ па? Жоқ. Хау, азалы бері үйде кемпірлер тынбай бірі кетіп, бірі келді. Ауылдың әмбе кемпірлері осы үйде болды. Солай ма? Мен болсам қорқып жүрмен ау. Неден? Алпыстада тауға болады кенде, я? Нөе? Аяғы есі тау. Яқшы, шай демейме онда. Alo? Айттым ау, романтиканың ізі бір бәлеге шатылады деп. Нешінші палатадысың? 13-ші палата. Не апарайын, не жейсің? Со манта келе қойса, манта. Ей, мантаны ана 100 кілің апарады. Мен ана қорадағы бір түйетағым бар. Соны сойып, сорпа етіп апарамын. Яқшы. Болады, яқшы. Яқшы. Манта әкел дейді ау. Ассаламу алейкум. Әкелдім. Өз әкемнің кіттай ғана шашы бар екен. Зорға әкелдім ғой. Болады ауа. Өзі, не қылу керек деп едің? Әкем үйленумен деп шум шығарып атыр. Соны үйленбейтіндей қылып берін да. Неше жаста әкем? 60-тан өтті ғой. Үйленсе үйлене берсін. Оның несі бар? Қартайғанда сырлас керек болған шығар? Хау, ешқандайым. Әкемнің 300 сом пенсия алатын білесіз бе? Оның атында не бір жайлар, машылар бар. Таярға хайар болып келіп отыра жақ қой. Ешқандайым. Солай ма? Неше жаста деп едің әкеңді? 60 жастан асты ғой. Телефон номері бар ма? Бұған телефон нөмірдің не керегі бар? Хау, енді оқытуға керек дегендей. Телефон арқалы және әкемнің басын айландырып алашақ емессен бе? Әй, ауа! Сенің әкеңе көзім ұшып тұрған жоқ. Әкесіне берме шашты. Үндемесем айландырып алашақ қой. Беріп боппан әкемді. Қазіргі адамларға не болған, Аха. Ал мен рокировка істеймен да, короче да. Рокировка істеймен да. Ал енді қаяққа бара дегенсің? Ай, бара берем, маған бәрі бір. Мына балаң атын қашырайын, мына атын шабуын қара, мына қара. Балтырге, бір гәп болсын. Өткен әпте балам анау Қытайдан бір шай әкеп берді. Ал.
Astagfirullah, astagfirullah. Bir karamatlı şey ekan ay. Al endi жаңағы çaydı içsek, mına davleniyengni normallaştırıp, hamitingni juda yaxshi qiladi ekan ay. O? Men burunlarda mumchaq edim. Al al al. O'zlaringizning xabaringiz bor. Bugungi so'zni ertaga unutib qola beraman. Al endi жаңағы çaydı içkeli, miyimdagi shotga eslaytin bo'ldi. Ay arasak su. Miydi жақсылаймы? Ava deyman. Men ichdim qo'y. Miyim ham shotga bo'ldi. Davleniya hammasi normasida tushdi. Аты қандай шай екен? Аты қандай шай екен? Atı deyip atı. Atı. Vay. Ay unutib qoldim ov. Oy qadrdin ol seni. Апа. Ағам неге ауырып қалды? Ey balamay. Ağaң maylı avqatlарды көп жейді. Сондан кейін ауырып қалды. Білесің бе жора? Мына еркектердің өмірі аяллардың өміріне қарағанда неге қысқа болады оның? Енді білемен жора. Енді точно білемен. Ау, Батыр. Ассалаумағалейкум ажаға. Уалейкум, қалай? Yaxшымсан? Шүкір. Қалайсыз өзіңіз? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Үйшілер аман ба? Менде бір онша емес хабар бар. Ай, сенің сол онша емес хабарың. Менің бүгін естіген онша емес хабарымнан онша емес шығар ау. Сіз қандай онша емес хабар естігеніңізді білмедім да, бірақ мен айтacak онша емес хабар точно онша емес. Өзі денсаулығым онша емес болып тұрғанда айтал, не болды? Әкемізді больницаға жатқарып жатырмын. Аманлығы аз-маз бел ауырған екен соған. Қайсы емлеуханада? Өздеріміздің ауылдағы емлеуханада. Yaxşı, hazır baraman. Алло? Азамат? Ағам емлеуханаға түсіп қалған ғой. Не қыл дейді? Ағам емлеуханаға түсіп қалған деп атпа мен саған. Шиллеме мынау, әзір көрсетемеме оған ойнағанды. Апа, сіз бара берің, мен машин шетеу қойып жіберейін, апа. Yaxşı balam, yaxşı. Шиллеме? Мына футбол көріп отырмын. Ей! Мен саған ағам больницаға түсіп қалған деп жатырмын. Шиллеме мынау. Мынау ұлыма адам болмайды. Gol! Kızım, 13. palata ayağında. Hazır apam, nerede oturup durun? Hav kızım. Apa, siz ne qilib o'tirsiz bu yerda? Navbat kutib, jasib Al, men жаңа qarıға. Kiring. Mına yoqda ekan. Kiring. Apa, oң болсын. Xudo xolasa, farzandli bo'lasiz. Hav.
Әже, Ау, шақырдыңыз ба? ау. Бір жаққа баратырсыз ба, сұсыл болып кеттіңіз ғой? Пай қатырасаң ау, қызым. Ау, Палауың піскен болса, ана мазал жерінен майлы қылып, бір табақ бөлік сал, яқшы ма? Ана падыршым ауырып қапты, соны көріп қайта жақпан. ау әже, ауырған адамның ізіне палау апаратығым беді. Емлеуханаға жеңілірек ауқат апармайтын беді. Айбо, ауру сондайлау ұқсайды. Күшлірек ауқатлардан жесе, тез тауыр болып кететкен. Ау, сал дегеннен кейін, сала берсі? Яқшы әже, әзір. Ай қыз, көшіне көпілеу сар, яқшы ма? Яқшы. Ау, Ерлан, бұл сен бе? Кенжебай аға. Ассалаумалейкум аға. Уалейкум ассалам. Науқасланып қалдың ба? Бағана аманшылық еді аға. Білмеймін, жығылып қалдым ба? Тезірек тәуір болып кеткейсен қарағым. Аумин аға. Адам деген сәл жерде екен ау. Кенжебай аға. Ау, сізді үйленейін деп атырды естім. Ау, оң болсын аға. Ауа. Енді жалғызлық Аллаға жарасады деген. Қартайған шағыңда сенің менен дәртлесетіғын, арқа сүйер бір адам керек екен. Ау, айтып қойдың ба? Ау, балам. Енді көптен бері саған айтайын десем, айта алмай жүріп еді. Разы болсаң, балам, мына кісі екеуміз айтпап бедің, я? Мен жаңа ғана мен анализ тапсыруым керек екен ау. Ойбой, мен құрсын ұмытып кетіп пен ғой. Хай, жүзімкіл апа, ассалаумалейкум. Берман келің, Берман. Хабарыңыз бар ма? Кеше ана Кенжебай қары емлеуханадан шықты. Сол қары емлеуханадан шығаман дегенше, ана Сұлухан қатын бар ғой, қасында болып шай суына қарап жүрген. Әттегі баласында қасына жатқызып алған. Со екеуінің ортасында бір қап бар ма деймен, ау Кенжебай екеуінің ортасында. Қайта қатынап жүргеніне қарағанда ұсы қап рас құсайды. Хай, тоқтап тұр, әзір. Ке, айнанай, не берейін? Шырбаң етіп, ақыры сол қарын айландырыпты да. Алата жақсы болып кеттіңіз бе өзіңіз? Келін. Қалай, не қылдың, келін? Тойға таярылып кетіп атыр ма? Ауы ата, баса-басы салып таярланып атырмыз. Болады. Керек нәрселердің бәрінің дізімін таярладыңлар ма? Әммесін есқіп таярлап қойпан ата. Әкелейін бе? Әкел. Әзір ата, әзір. Міне ата, мынау. Ей, тоқта! Ау? Маған бер. Тоқтадым. Бір өзіне бір, шықлай. Аға қалайсыз? Шүкір Алла. Так, мынау ғой. Мынау аға. Жаңағы тойға керек заттардың майда шүйде дізімі. Еплеп ұсы заттарды әперсеңіз, қалғаларын өздеріміз еплейміз деп атырмыз. Болғаны ма? Болғаны. Болғаны сол. Сәл жерде әкемізден айып қалайық деп еққым. Айтебе шешіне көпілік етеме. Балама, ағам майлы ауқатларды көп жейді. Сонан кейін ауып қалды. Ассалаумалейкум. Не бұйырасыз? Уалейкум ассалам. Не жесең, не айтамыз? Қайдем, өзіңіз айта бері. Сіздерде диетический қандай ауқатлар бар? Борщ бар, тефтел бар. Қайсысы керек? Онда біздерге 2 порция борщ берін. Нан керек беді? Яқ, салат бере қойын, ішуге шай. Рахмет, әзір тайым болады. Неге енді диетический ауқат? Мен не, семіріп баратырман ба? Яғо жаным, неге ондай деп отырсың?
Мен тек денсаулықты ойлап айтып жатырмын да. Сонда мені ауру деп ойлап отырсам ба? Яқ, сен мені түсінбей жатырсың. Мен тек... Ауа, мен аумаман ғой, я түсінбей тұғын. Соны айта алмай тұрсам ғой, я? Яқ, мен ондай демедім ғой. Неге ондай деп жатырсың? Сонда мен өтірікшімен бе? Мейлі, бұл жерде ауқатлануды қаламесең, кетеміз. Өзі сен менің менен бірге ауқатлануға ұяласа. Қасың алып жүруге де ұяласа. Түсінбедім. Не болып кетті өзі? Қай жерде қате қалды? Қаяққа? Аз келемін. Хау, ауа, оң болсын. Барамыз, ауа. Яқшы. Сәлем айтың. Яқшы. Яқшы. Кім о? Ажағам ғой. Сәлем айтып атырыпты. Қала күні кеңес той беріп атқан. Соған ертерек келің дейді. Оң болсын. Ақыр үйлендіреді болып па? Солай құсайды. Тойды тезлестіріп атырған екен. Келін табылып па? Ауа қашан үйіне барып разышылығын алып келген. Молодец ай. Келін қайықта дейді. Жасы нешеде? Арқа көшеден 20 жаслардың атыратында құсайды сол. Ей, ағаң айт. Тойды тоқтатсын. Тез тоқтатсын. Ей, келін жақсы қыз емес. Ол байлық үшін тұрмысқа шығып атыр. Сен оны қақтан білесің, танисам ба? Ей, оны білу үшін тану шарт емес. Ойлам қараңызшы. 20 жасар қыз 60 жасар қарыға тұрмысқа шыға ма? Сояғым ойланбай ма бір? Соны ойламайсың ба? 60 жасар, не ғары, ажағам, баласы Айбекті үйлендіріп атыр, соған айтып атырыпты. Сөйтіп айтшыш. Мен атамды үйлендіріп атқан шығар деп. Оң болсын деп болсын да. Мынауың болмайды. Сенен бір неге мына бір үтікті шұқылай бересің? Үтік баса қойсын деп атырмын да. Мұңлай қойын деп. Болмайды екен мынау. Үтік алғанымыз қашы. Үтік алдық па? Соны айтпайсың ба? Кел. Жаным дейді ау. Жаным, кел. Сен мені ұсындай жағдайда тастап қашып кеттің. Менің қандай ақуалда қалғанын білесің бе? Өзің ғой енді. Тап етіп аспаннан түскендей бірден сайрап кеттің. Қаяқтан білейін? Сені айтқан шығар деп ізін алып ішімдегінің бәрін айтып салған едім. Сен болсаң қашып кеттің. Мен қашқаным жоқ. Қаштың. Қорққаныңнан жүгіріп қаштың. Тап қояндай қаштың, Кім қорқты? Сен? Мен бе? Білесің бе? Қорқсам бір Құдайдан қорқамын. Адам бендесінен қорққан адам емес мен. Кім ол? Қайдан білейін? Ауал.
Tünde ne gereği var? Керек емес болса, түнде неге шығады ол? Hani toxtadı o. Ау, кім о? Ала ғой. Кім екен ол? Түнде қойынға кіре алмай жүрген. Осы күндері. Қартайса да бір арғында жоқ адам екенсің. Toxta. Қойсаңа. Ol mağan okul vuracak edi o. Ey. Allah. Ha, Yüzüngül, kalaysan? Yok, uykulağanım yok. Ne bu? Telefon bez zıvıkta kalgan eken. Естпей қалыппын. Aziz! Gel balam, bana zatlar түсіріп алың. Ассалаумалейкум. Уалейкум, қалай жігіттер? Амансыздар ма? Ал Сәрсенбай оң болсын жора той бастап отырған екенсің. Рахмет жігіттер. Сіздерден жеткерсіз ұсындай күндерге. Ай, оның іләжі жоқ шығар ау. Ағой, ертең балаң ер жеп тұр. Құда қаресе демде үйленеді. Зато әкем өліп кетті ғой. Бар, Апа, мүмкін бе? Кел оғы балам, кел. Анажан, ол гәплерді неге менен жасырдыңыз? Ол гәплерді маған айтуға неге қорықтыңыз? Ана да өз перзентінен қорқам екен. Ей, балам ай. Адам қартайғаннан кейін жас баладай болып қалады екен. Жас уақытында бір нәрсені бүлдіріп қойып, ата-анасынан қорқып қалған баладай, балаларыңнан, кейде келіндеріңнен қорқып қалады екенсің. Кеуіліңе тиіп қойған болсам, кешір балам. Өткен уақиғалардың бәрі артта қалды. Бәрін ұмыт. Кешір балам мен, жаным кешір. Яқ анажан, сіз мені кешірің. Бір өзіңіз мені һәм ана, һәм әке орнында еш нәрсеге зар етпей әлпештеп өсірдіңіз. Бүткіл өміріңізді маған бағышлап, өзіңіз үшін жасамадыңыз. Мен ақмақ, сол сәтлерді еш ойламаған екенмін. Адам қартайса да, кеулі қартаймайтұғынын еш білмеген екенмін. Қайтама, сіз мені кешірің, анажан. Кешірдім балам, кешірдім. Кешірдім жаным, кешірдім. Ассалаумалейкум, ата. Уалейкум ассалам. Balam gel. Yaxşımsan? Ата, сізге бір нәрсе айта қойын деп едім. Al, ayt balam. Ne yedi, amalık mı? Яқ ата, аманлық емес та. Ne болып қалдың оншама? Ата, мен үйленбей-ақ қояйынса, өзің сақ үйлене берімса? Оу. Қане балам, кел. Мына жаққа кел. Кел. Erman kim? Otur. Endi balam kemege mingenning canı bir degende үйленеміз dedik be. Үйленуіміз керек. Яқ ата, сіз мені алдамаң. Сіздің кемеңіз бөлек, менің кемем бөлек. Сіз бәрін қабырстырып жібердіңіз әзір. Сіздің шіріп, шөгіп баратырған кемеңіз құр кетпейін деп менің де кемем тартып баратыр да.
Ne bop kaldı onşama? Ha? Ya kelimenen uruşup kaldın mı gacane? Hiç kelсе алмай жатырмыз да ата. Dam sonda jaman ba ne? Әйтеуір нәрсеге ұрысып қала береміз. Mağam kara balam. Ata babadan kiyatırgan gap var. Kız vaktinde bäri jakсы, jaman katın kaydan çıksın degen. Оның не байланысы бар? Endi balam hazırdan başlap ısınday bolsa, toydan keyin pişikday bolup kaladı. Ай, яға ата. Оған көзім жетпейді ғой. О, sene ver balam. Men aytты dersen ele. Toyga azgan tek kalgan vakta. Isınday maşgalalardı kayaktan tavıp jüresen balam. Kane, balam hazırak barıp kelin menen jarasıp kayt. Bar. Tez jarasıp kayt. Toyga azgan tek kalgan vakta ısınday maşgalalardı tabasan. Bar. Jarasıp kayt. Assalamualaikum ata. Kelin oturun. Aleyküm assalam. O Sərsenbey balam, sensin? Ey balam, естіп қатты қуанып атырман. Әкеңнің де басын шұпылып атыр екенсің. Ол ісіңе беш кеттім. Жүдә жақсы іс істепсің балам. Ағама не жетпейді өзі түсінбеймін. Жегені алдында, жемегені артында еш саттан кемшілігі жоқ деймен да. Ей балам, ей. Гәп жегенде, жемегенде емес. Гәп кеуілде. Кеш болудан әммеңіз келінлерді қолтыңызға алып жатақ жайыңызға кіріп кетесіз. Ей, бұл ғарылық деген бәле ұйқысызлық менен қосылып келеді екен ғой. Түнде бір өзің шұңқиып отырып, таң аттыру қатты азап болады балам. Әне, сондай уақытта мына қасыңда ананы мынаны айтысып, көңілдесіп отыратұғын жолдас керек болады екен. Ей балам, ей. Жалғыз өткерген түрлер қатты ұзын болады. Ей, несін айтасы ата? Һәм менің ауызды соғып. Ауылда мына бас көтеріп жүре алмайды ғынан болдық. Маған қара балам. Адамлар тек күлмеге жарайды. Не қылсаң да олардың аузын жауа алмайсың. Бір күні Мұса алейхиссалам Алла Таалаға: "Ей Тәңірім, адамлар мен туралы әр түрлі гәплер айтып, маған азап беріп атыр. Оларды мен туралы өсек айтпайтығын қылып бер", деп дуа қылған екен. Сонда Алла Таала: "Ей Мұса, адамлар әттекі мен туралы да әр қилы гәплерді айтып, өсек қылып жүрсе де, мен оларға еш нәрсе қылғаным жоқ қо", деген екен. Әне, сол айтқанындай адамлардың гәплеріне құлақ аса берме. Ең бастысы, әкеңді разы қылып пәтиясын алып қал. Сол сенің үшін мына өміріңдегі ең үлкен байлық болады. Бұл мезгілдік дүнияда бүгін бармыз, ертең жоқ. Әкеңнің разылығын бүгін алып қалмасаң, ертең кеш болады. Онан кейін өкінгеніңменен пайдасы жоқ. Мына қылған қателігін туырлауға үмкан болмай қалады балам. Соның үшін не істесең де ойланып істе балам. Болды. Мені осы жерге түсіріп кет. Мына жерге ме? Яқшы. Рахмет балам, жолың болсын. Болады ата, аман болың. Hau balam Aybek geldin be.
Не қылдың? Келінмен көрістің бе? Құдалар жақсы ма екен? Не келін? Білмеймін құдаларыңызды. И вообще мен үйленбеймін. Хау. Мына балаға бәле көріне ме? Chaqirilayotgan abonent apparati o'chirilgan. Yo, xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. SMS yuboring. Sulxan. Hey. Sulxan. Ey. Qaytan çıkıp göreyim. Mağan özüne jetpeydi. Hiç narsedeyim kemsim yok. Hazreti yiyip jasay versem olmaz mıydı? Şu jasımda pötkül avulga külgü olmağan gerek miydi? Endi ne kılsam eken? İnsanın kevil kartaymaydı degen aras eken. Yürekке de buyruk berip olmaz eken sıra. Ey ahmak karı, kevil nelerdi küsemeydi deysen. Осы жасымда тыныш қана отыра берсем болмас па еді? Ау, сәрсенбай келатыр ғой. Ау, сәрсенбай дейсің бе? Барекелле. Кел балам, кел. Ассалаумағалейкумлер. Уағалейкум балам. Ал жақсы ма балам? Ассалаумағалейкум. Ал, абырай бергенсің, амандығын бергенсің Алла. Сәрсенбаймысың? Ава. Қалайсың қош? Жақсы рахмет. Қалай өзіңіз? Жақсы ма? Шүкір. Ай бала, сен көшіп кеткені бала, үйден хабар алмай кеттің ғой. Бұрынлар тезсіз келіп тұрады ғой, не болды ол? Барамыз аға құда қалесе. Ай мына жұмыстың баса-басы. Біздің Айдошан ядыңда ма? Ава, ядымда. Бірге оқыдыңыз. Ава. Бірге мектепке қатынадыңыз. Балалық күндерің бірге өтті. Я ұмыттың ба я? Ау, ядымда бар аға. Жәсті көнді келіп көріп тұрған деген жақсы болады. Болды, барамыз аға, барамын. Біздің Айдошанның телефон нөмірін жазып ал. Болды, айтың қане. 93-тен Ава. 364-38-30. Болды. Мекем жазып ал. Жаздым. Сөйтіп үйге бар қошым. Барамыз аға құда қалесе. Екеумізбен әңгімелесіп, сөйлесіп отырайық. Енді балам, саған арнап бір түй тауық бағып қойыппан. Егер үйге барсаң, соны саған сойып беремен. Қазанға жақсылап тұрып, көтікті салып, екеуміз бір сөйлесеміз. Болды аға. Барасың ғой, ә? Барамын. Солай болсын бала. Болды. Мына істеп атырған сауап істеріне біздің балаға да сыбырлап қой. Қайсыны айтып атырсыз аға? Ау, мына Генжібайды үйлендіріп атырғанда айтаман да. Может, оны да басы қағып, ұсындай сауаплы істерді істеп кетер. Бірақ сен молодец балам. Менің де балаларым саған ұсаған демеді. Ауылдың барлары әр намазынан кейін дуа қылып, пәтиясын беріп атыр. Рахмет аға, рахмет. Әзір, бір минут. Онда барамын аға құда қалесе. Ава барасың ғой, ә? Яқшы. Келе ғой. Алло, ағасы қаяқтасыз? әкемнің қасына келіп едім. Ағасы, және ашуменен атама қатты сөйлеп жібермей яқшы ма? Яғау, менің о дәрежеде ақымақ емеспен ғой. Ағасы, мына балаңның пейілі айнып атыр. Келінменен ұрсып қалған ба? Хау, маған той пойыңыздың керегі жоқ деп жайына кіріп алып шықпай жатыр. Енді сол жетпей тұрып еді. Яқшы, барғаннан кейін сөйлесеміз. Яқшы. О, Зейнат аға харма? Бар бол қошым, бар бол. Бұны радиатор кетті ме? Радиатор болмайды ғой қошым бұда. Аппарат қой май келтіріп жатыр ма? Солай ма? Өзі енді қоңырау етейін деп тұрып едім сізге. Не, амалық па? Ағам ғой. Кеуіл хошы жоқ. Қанасына кіріп алып, біреуге өкпелегендей адам менен хабарласпайды.
Бұлар не бәрі келісіп алған ба? Не болып отыр көзі? Негізі әкемізді біздер өкпелеттік. Енді біздер әкемізге həмін шариғат жаратып беріп қойыппыз. Еш нәрседен мұқтаж жоқ. Дегенменен оның еш рухи жағдайдан хабар алмаппыз. Енді сол қатемізді дұрыслауымыз керек. Дұрыс. Қатемізді дұрыслауымыз керек, ажаға. Алло, маған қайтып звонок етпе. Неге кетіп қалдың? Сіз үшін жүрегін таярлап отырған сол сладкийіңіздің қасына бара берің бар. Ей, ақымақ қыз, ол саған таярланған сюрприз еді ғой. Рахмет, зор сюрприз болды. Жүре берің сол сюрпризіңізбен. Ярым сағаттан шығып бараман. Өзімді алып барып, һәммесін түсіндіремін. Я, Неге яқ? ярым сағаттан емес. 35 минуттан. Болды, күтемін оны. Яқшы. Yes! Хай, тоқта. Ау? Хай, не болды саған? Я? Неге үйленбеймін деп жатырсың? Я, келін баламенен ұрсып қалдың ба? Я, ол апа, әзілестің да? Әзілің құрсын. Хай, сен өзі қашан адам боласаң, я? Не өйтіп адаммен әзірлесіп? Не болыпты? Хау, тойға сонша зат алынды. Сонша зат не ысырап бола ма? Ал атам бар ғой? Атам тойына сілтер едік та? Маңлайың жар дейді. Яқшы. Атам той дейді ғой мынау. Ерлан, Қалай? амансыз ба? Шүкір. Үйдегенсің ғой? Ауа. Саған театр едім. Театрғандағы мақсатыңнан хабарың бар ма, жоқ па? Соны бір сөйлесіп кетейін деп. Бәрінен хабарым бар. Үйге кірейік, іште сөйлесейік. Хау, Астен! Не деп жазып қойыпты? Сладкий мирді. Не деп жазып қойыпты? Сладкий мирді. Әне, менің контактымда көргенім сладкий мир магазин болады. Ол қыз бала болғанда сладкая болып жазылатын еді. Түсіндің бе? Колхоз. Жүр енді ішке. Сәлем. Сәлем. Келдіңіз бе? Ау, кеше алып кетемен деп едіңіз ғой. Біздерді да бір асықтырып, қазір тортыңызды алып келемен. Міне, жүрегіңіз тайым болды. Міне, бұл жүрек саған сюрприз еді. Рахмет. Соны ертелеп айтсаңыз болатын еді ғой. Жүріп кеттік болды. Шуға, шашуың молдан шашылғай,
Baktım күндей ашылғай, қапа қылған дұшпаның аяғыма басырғай, құманда шайын қайнағай, қазанда майын қайнағай, бақтым күліп мұдауымы Мұртың қане? бөбек ойнағай, жақынырақ келен қалауы Sende bir hareket var mı? келінді қарсы алайын. Кежебай молодец. Зор жігіт та. Ақыр айтқан қылдырды. Bari üzerimizden oldu. Күніменен шағымы чердей отырғанша hareket kılında болады neydi o? Тарқайды кеулі күйіміз. Қызметте болар күртіні, жасы менен қарсы ел бастаған бейіміз. Тегін емес бірақ бұл әммесі... Бетешер баслам кетті ме? Қалай екен келінде бір-бірінен сұрап тұр. Бойсынып халықтың салтына, ибе сақлап тартына, үлкені менен кішісі... Сен кемпірін түрмес бе? Өзің айттың ғой, сауап болады деп. Пәшіне көрмеген біздің сүйердегі майдақ кірттай ғана балалардың халқына өз алдына шүп сәлем Hey, yefle alsan sevap buladı. Neşeline verirsin? Асқазанның істемесе де ауқат жеген келе бере дегенде. Ай, анау кемпір кім? Таныдың ба? Hey, bizim oğlum kembirini somaydı mı? Tегін емес бірақ бұл, әммесі сені сынап... Ау,